Заң өзгерді, көшеде төбелестің, біреудің жағын сындырдың. Бұрын заявительдің встречкасын алсаң и кінәңді мойындасаң ограничение или условно деген болатын ол статьяда. Қазір оны алып тастады и сотқа дейін де қысқарту деген болатын. РОВД да қысқартады. Пункт 12 дегенмен. Қазір болатын болса, ол баптың санкциясына тек лишение свободы до 2 лет, 2 жылға дейін адамның бас бостандығынан айырады түрмеге. Қалай СМ экспертиза тағайындалады, адам жағы сынғаннан кейін, решение шыққаннан кейін адамды ИВС-ке қамайды. Соты болады, соттан кейін адамды дальше этаппен лагерге жібереді. 106 бап тяжкий вред здоровью. Егер қасақана біреудің денсаулығына зақым келтіретін болсаңыз, ауыр зақым. Сол жағдайда бұрын 3 жылдан 8 жылға дейін адам егер кінәсін мойындаған болса, кешірімін алған болса, потерпевшіден ешқандай претензиям жоқ дейтін болса, ол кезде ограничение свободы деген болатын. Қазір болатын болса, ограничение алып тастады, тек лишение свободы 3 жылдан 8 жылға дейін. Кінәңді мойындама, встречный заявлениеңді ал, ешқандай пайдасы болмайды. Лайк басып, комментарий жазып, осы видеоның кең тарауына үлестеріңіз қосыңыздар. Сау саламат болыңыздар, барлықтарыңызға рахмет.